Мен бүгін сіздерге 2016 жылы шыққан және өте танымал болған оңтүстік кореялық хваран дорамасын қысқаша айтып беретін болам. Дорама кішкентай ауылда тұратын ит-құс лақап атымен танымал Мумьон есімді жас жігітпен басталады. Ол шайқасу өнерін жетік меңгерген. Және ол Сону есімді досымен бірге өскен. Досы өскен жерінен кетіп, Астанаға барып, қарындасымен және әкесімен кездесуді армандайды. Осылай олар Астанаға жасырын кіреді. Ал бұл Сила патшайымы. Ол патша өлгеннен соң тақ мұрагер кішкентай болғандықтан ұлын басқа жаққа жіберіп, өзі таққа отырған. Ол енді патшаны қорғау үшін бай ақсүйектер отбасының ұлдарынан құралған хваран жасағын құрмақ. Бұл Силаның 24-ші патшасы Женхын патша. Ол да анасынан өзінің тағын қайтарып алу үшін Астанаға жасырын келді. Бірақ оны ешкім хан екенін білмейді. Астанаға бірдей уақытта келген екеуі де бір қызды кездестіреді. Ол қыз дәл сол Муньонның досы іздеп жүрген Арон есімді қарындасы. Арон адамдарға өзі құрастырған әңгімелерді айтып ақша табады. Аронда да және ағасында да бірдей алқа бар. Сол арқылы олар қарындасын іздей бастайды. Сол сәтте ағасы көрмеуі керек патшаның түрін көріп қояды. Патшайым патшаның түрін көрген адамды өлтіруге бұйрық береді. Ал патша оны өлтіруге жол бермеу үшін анасы жіберген күзетшінің артынан ереді. Мумьон мен Сону орман арасында келе жатқанда Мумьон есінен танып қалады. Сол сәтте патшайымның адамы Сонуды өлтіреді. Сол сәтте Мумьон артынан еріп келген патшаның қолындағы білезігін көріп қалады. Және досын өлтірген адам сол білезіктің иесі деп ойлайды. Жараланған ол досын көтеріп алып орман ішінде келеді. Сол сәтте досының әкесі келеді. Ол дәрігер, дегенмен оны құтқара алмайды. Ол өліп қалады. Осылай Мумьон досының кегін алу үшін әлгі білезік таққан адамды іздей бастайды. Алайда әкесі Мумьонды өзінің ұлы қылдырады. Атым Сону деп айт дейді. Аронның сені ағасы деп ойлағанын қалаймын дейді. Ал Мумьон болса, жоқ, мен олай істей алмаймын дейді. Бірақ әкесі, сен есінен танып қала беретін ауруыңды емдемесең, сен өлесің. Сондықтан сені емдеуім керек. Сен тәуір болғанша осында қал дейді. Және бұл менің қалауым емес, Сонудың қалауы болды деп айтады. Осылайша Мумьон Сону болып өмір сүріп, және досын өлтірген адамды іздеуін жалғастырады. Бірде ол білезік таққан адамды көріп қалып, оның артынан қуа жөнеледі. Және олар соғысып жатқанда патшаның білезігі жерге түсіп қалады. Осылай ол білезікті енді Сону алып кетеді. Ал ол білезік патшаның патша екенін білдіретін жалғыз зат болған. Сондықтан патша білезікті қайтару үшін Сонуды үнемі бақылап жүреді. Патшаның туған күнінде патшайым күймемен халық алдына шығады. Сол сәтте Сону досын өлтірген патшайымның адамын көріп қалып, оған шабуыл жасайды. Бірақ оны патшайым ұстап алып өлтіруге бұйырады. Сол сәтте әкесі келіп өлтірмеуді сұрайды. Ал патшайым оны өлтірмеу үшін ол менің хвараным болады дейді. Осылай Сону да хваран болады. Ал патша анасына қарсы шығу үшін хваран басшысымен келісімге келіп, ол да хваран болады. Осылай ақсүйек балаларынан құрылған хваран құрылады. Хварандарды марапаттау және халыққа таныстыру болады. Осыған бара жатқан жолда Аронны бір адамдар ұстап алып кетеді. Аронны құтқару үшін Сону келеді. Артынан патша келеді. Сону қарындасымнан шашынан бір тал түссе, бәріңді өлтіремін деп айғайлайды. Сол сәтте оны ағашпен бір ұрып, талдырып тастайды. Осылай екеуін де төбеге іліп қояды. Ал ол жерден екеуі бір-біріне көмектесіп құтылады. Осылай екеуі марапаттық кешке кешігіп келеді. Келесі күні хварандар бір жерге тұра бастайды. Бай ақсүйек балалары бір-бірімен санасып, топқа бөлініп жүретіндіктен оларды бір ортаға бағындыру үшін оларды ішімдікке тойдырып алып, бөлмелерін таңдаттырады. Осылай өздері таңдаған адамдармен бір бөлмеде тұруы керек. Патша, Сону және билікке құмар
патшаның жауы бас уәзірдің ұлы Баниру, ал патшаның жақтасының ұлы Сухо және бұрынғы патшаның қарындасының ұлы бесеуі бір бөлмеде тұра бастайды. Ал Аро сол жерге дәрігер болып жұмысқа кіреді. Патша Ароны жақсы көріп жүреді. Ал сону қарындасына қалай қарым-қатынас жасасаң жақсарақ болатынын іздеп жүреді. Ал Аро үнемі ағасын ойлап жүреді. Және де ағасына ғашық бола бастағанын түсініп, өзінің есім ауысқан деп ойлап жүреді. Бірде Қварандарға музыка өнерін үйрету үшін бұрынғы сонудың баққан ұстазы келеді. Сол кісіден Аро сонудың шын мәнінде өзінің ағасы емес екенін біледі. Аро ағасына келіп, сен кімсің, менің ағам қайда деп жылайды. Ол ағасының өлгенін айтады. Осылай Аро сонуға ренжіп жүреді. Осыдан соң сону жаттығу кезінде аттан құлап есінен танып қалады. Ал мұны естіген Аро оған барады және оны өліп қалды деп ойлап қатты жылайды. Өлме, мен сені жақсы көрем, сен ағам болмағаныңа қатты қуандым дейді. Ал сону бұның бәрін естіп жатады. Осылай олар бір-біріне сезімдерін білдіреді. Кейін Аро патшаның шын мәнінде патша екендігін біледі. Ал бұны естіген патшайым Ароны өлтірмек болады. Осылай Ароны есінен тандырып алып бара жатқанын көрген патша оның артынан барады. Анасына оны өлтірме, мен оны жақсы көремін дейді. Анасы бәрібір өлтіруді бұйырады. Сол сәтте патша күзетшіге тізеңді бүк, мен сенің патшаңмын деп айғайлайды және қызды алып кетеді. Ал патшаның қарсыластары оның Қварандар арасында екенін біледі. Тек оның кім екенін білмейді. Осылай олар Қварандар жатақханасына білезіктің суретімен бірге патша Қварандар арасында деп жазу жазып кетеді. Осы жазудан соң сону досын өлтірген патша екендігін түсінеді. Енді ол патшадан кек алуды ойлайды және оны өлтірем дейді. Ал осыдан соң патшайым патшаны қорғау үшін сонуды шын мәнінде патша қылдырып көрсетуді ойлайды. Осылайша сонуды бәрі патша деп ойлай бастайды. Осылай оны пайдаланбақ болады. Және сонуды бақылауда ұстау үшін өзінің қызын, яғни ханшайымды Қварандар басшысы етіп қояды. Және болашақта ол патшайым болып, патшаға тұрмысқа шығатындығын айтады. Бірақ ханшайым сонуды ұнатып жүреді. Сону шын мәнінде таққа үміткер, яғни бұрынғы ханның інісінің ұлы, киелі ақсүйектің ұрпағы болып шығады. Оны естіген патшайым оны өлтіруді шешеді. Ол үшін қызды пайдаланады. Және Аро жарақат алады. Оған ашуланған патша анасына қарсы шығып, өзінің түрін бәріне көрсетіп, сарайға келеді. Осылай бәрі патшаның кім екенін біледі. Ал сонудың туған әкесі оны патша қылдырғысы келеді. Ал патшаның кім екенін білген сону досының кегін алу үшін патшаға келеді. Сені кешірмеймін, сенің кесіріңнен жалғыз досымнан айырылдым дейді. Патша, мені өлтіру керек болса өлтір, бірақ мен сенімен силаны өзгерткім келеді дейді. Сону патшаны кешіреді және Қварандарды ертіп патшаға бағынады. Барлық Қварандар жинхын патша жасасын деп айқайлайды. Осылай патша таққа отырады. Осылай барлық Қварандар күш біріктіріп патшаға қызмет етеді. Ал патша Ароны сонуға жіберіп достықты сақтап қалады. Ал сону махаббатты таңдап Аромен бірге қалады. Мінекей достар, ең танымал, ең сымбатты актерлар ойнаған және сонымен қатар әлемге хит болған Қваран дорамасының қысқаша нұсқасы осындай. Видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Дорама туралы ойларыңызды жазып кетуді ұмытпаңыздар. Және де каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер.